Сәлем достар. Біз бүгін шляпаның шет-шетін қатты болып көзге түсіп тұрмайтындай етіп қатыратын боламыз. Ең бірінші біз клеенканы столдың бетіне төсеп аламыз. Одан кейін осындай бір ыдысты аламыз. Кез келген ыдыс шляпа келіп тұратындай етіп алсаңыздар болады. Оған шляпаны осылай кигізіп аламыз. Содан кейін су мен ПВА клейді алып, екеуін араластырамыз. Содан кейін губканың көмегімен шляпаның шет-шетін ғана сулап шығамыз. Дәл видеодағыдай жасайсыздар. Үстін қатыруға да болады. Мен тек шет-шетін ғана қатырамын. Осылай барлығын толығымен жаңағы сулы клейге батыра отырып, шет-шетінің барлығын толық аламыз. Содан кейін барып, шет-шетін дұрыстап, әдемілеп қайырып, қайратын жерлерін қайырып, әдемі формасын келтіріп, бір суткаға қойып қоясыздар. Одан кейін барып, бұл қатқаннан кейін уже кие беруге болады. Ал жуып, қайта киетін болған кезде, қайтадан дәл осы әдісті қолданып, қайта киесіздер. Енді біз қазір мынандай лесканың көмегімен шляпаның шет-шетін осылай тұрып тұратындай қылып жасаймыз қазір. Міне. Баста киген кезде көзге түсіп кетпейді. Осылай өзінің формасын ұстап тұрады. Қазір осыны қалай жасайтынымызды сіздерге көрсетемін. Ол үшін бізге осындай леска керек болады. Қатты, қалың да емес, қатты жіңішке де емес. Міне, қарап алсаңыздар болады, міне. Осындай лесканы қолдандым. Қатты қалың болып кетсе, тоже грубый болып кетуі мүмкін. Бірақ мен мынаның номерін білмейді екенмін, өйткені ондай сыртында номер жазылып тұрған жоқ болды. Жалпы өздеріңіз осыған қарап алсаңыздар болады. Қатты жіңішке де, қатты қалың да болмасын. Ары қарай кеттік. Мына панаманың тоқылуы менің каналымда бар. Қазір мен төменге ссылкасын тастап кетем. Кіріп қарап тоқсаңыздар болады осы панаманы. Ал ары қарай жиегін қалай жасаймыз? Міне мен мынаны аламын, мынау ұшын. Шамалы осындай ұшын қалдырамын. Мына жаққа өйткені бұл жібе емес, сусылдап шығып кетуі мүмкін. Мына жағынан кішкене сіздерге көрініп тұр ма экранға? Мына осындай ұшынан қалдырдым. Сөйтемін де, мына жерден бастап тоқып шығамын. Мен мына жерде келіп аяқтағанмын. Енді бір ауа ілмегін воздушный петля тоқып аламын. Келесі ілмекке кәдімгі без накида ілмектерді тоқып шығатын боламыз. Ортасына осы сіздерге, енді бұл прозрачный болғандықтан көрінбейді, мынау тұр, мынау тұр. Мен осыны ортасына қойып отырып тігіп шығам. Барлығын бір ряд без накида ілмекпен тоқып шығам. Міне. Енді без накида қалай тоқу керек екенін білесіздер, дәл осылай соңына дейін, бірақ ортасынан шығып кетпесін. Мына ілмек, мына крючок тұр ғой, осымен мына жіптің ортасында қалу керек. Осылай шетіне қою арқылы соңына дейін тоқып шығасыздар. Міне қараңыздар, уже менде формасы өзінің формасын ұстайтындай болып қатты. Мына жақты қараңыздар, мына жақта қараңыздар. Мына қатты, мына жұмсақ болып тұрады. Мына уже қатты болып тұрады, формасын ұстайтындай. Қазір соңына дейін өздеріңіз тоқыңыздар, соңында кездесетін боламыз. Міне мен осындай кішкене қалды, әлі тоқып бітірген жоқпын. Енді мен мына лесканы қырқып тастаймын. Осындай артығымен
қырқып тастай беріңіздер. Одан кейін дұрыстап қайтадан дұрыстап аласыздар. Енді мына жерде бізде бұл леска жіп емес, байланбайды ешқандай. Бұл шығып кетуі мүмкін. Сондықтан мына тоқып жатқан кезде, шамал қалған кезде мына жеріне бір кішкене скотчты жүргізіп жіберсеңіздер де болады. Не болмаса, мына осыны мына жағынан біз артық тұр, мына жағынан артық тұр, екеуіне бір-біріне былай қоямыз. Мына тоқып жатқан жерге осы екеуін бірдей қойып, ары қарай тоқып жібереміз. Мына. Содан кейін екі жағынан артықтарын қырқып тастай саласыздар. Осы жерде шамалы неудобно болуы мүмкін, бірақ ештеңе етпейді. Мына екеуін, яғни бізде бір лескамен қойып тоқып келе жаттық. Мына жерде екі леска бір тұрады. Сол екі лесканың үстінен мына ілмектерді тоқып шығамыз. Яғни бізде бұл кепка панамамыз жуамыз, кір болады, сол кездерде шығып кетпес үшін, баста тұрғанда шығып кетпес үшін осылай жасайсыздар. Не болмаса, скотчпен шамалы бір жүргізіп өтсеңіздер де болады. Болды, мен осымен аяқтадым. Мына қараңыздар, мына жерде шығып тұр, мына жақта шамалы шығып тұр. Бұларды скотч уже қырқып алып тастайсыздар, болды. Содан кейін шляпаның шет-шетін мынандай узорлармен, неше түрлі узорлармен жасасаңыздар болады. Менде каналда бар, узорды қалай тоқу керек екенін, соны көріп алыңыздар. Енді мынаны тоқып болғаннан кейін шамалы бірінші осыларды дұрыстап аласыздар. Тартып, еді жиырылып, тоқылып қалуы мүмкін, тоқып жатқан кезде. Қазір мен мынаған кигізіп көрейін, ең дұрысы. Осындай бір ыңғайлы допқа сияқты бірдеңе кигізіп алыңыздар да. Жаңағы лесканы тартып, өзінің формасын келетіндей қылып жасап аласыздар. Қатты да тартылып кетпесін, қатты боста болып тұрмасын. Мына қырқпай тұрып, бірінші осыны дұрыстап алыңыздар. Содан кейін барып қырқасыздар. Мына менде тартылып тоқылған. Прям қатты қайырлып, осылай нетіп тұрсын десеңіздер, қатты тартып қойсаңыздар да болады. Енді мұнда менде тоқымам үтіктелмегендіктен мынау сияқты ровно тұрған жоқ. Менде мынау уже үтіктеліп, дайындалып қойған панама болғандықтан бұл тіп-тік көрініп тұр. Мынау әлі енді ғана тоқып бітірдім. Мен бұны әлі үтіктеген жоқпын, сол үшін де әдемі көрінбей тұр. Ал сіздер барлығын болғаннан кейін барып бір үтікпен жүргізіп өтесіздер, сол кезде әдемі көрінетін болады. Міне сіздер де осылай жасап алсаңыздар болады. Қазір алдымызда жаз. Балаларыңызға болсын, үлкен адамға болсын, осылай тоқып шляпаның шет-шетін осылай қатырып алсаңыздар болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Алдағы уақытта әлі сіздерге пайдалы болатын видеолар салатын боламын. Сол үшін каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Колокольчик белгісінде басып қойыңыздар, себебі менің салған видеомды жіберіп алмау үшін. Жұмысыма лайк басып кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса комментарий бөліміне жазып кетіңіздер. Мен міндетті түрде қарайтын боламын. Сау болыңыздар.